Қымбатты көрермендер, біздің студиямызға алғашқы қонағымыз келіп жайғасты. Ендеше таныстыра өтейік, Назарбаев зияткерлік мектебі қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі Амангүл Жанғазы келіп отыр. Қош келдіңіз. Рахмет. Қайырлы таң сіздерге. Көңіл-күйіңіз қалай? Өте тамаша. Енді сіз таңды білеміз шәкірттермен бастап, алғашқы сабақпен бастаған сал қазір біздің студиямызда қарсы алып отырсыз. Дегенмен бүгінгі біздің тақырып бұл туған күн жайында. Өзіңіз туған күн мерекесін қалай атап өтесіз? Рахмет. Туған күн мерекесін қазіргі заманауи үрдіске байланысты ма қайдам, барлық мерейтой болсын, қандай той болсын өте қатты тойлануда. Менің өзім балалық шағымда қазір есіме түсіп отыр, туған күнді біз тойламайтын едік. Сыныпта туған күнге бір кітап, гүл сыйлап тойлайтын едік. Қазіргі таңда 1 жас болсын, мейлі 5 жас болсын, 10 жас болсын, 50-60 мерейтойлардың бәрі тойланып жатыр. Бір жағынан алайын, ол да дұрыс шығар деп. Қазіргі уақытта жастардың көбісі туған күні бола қалса, өзіңіз айтқандай сыныптың ішіне арнайы торттарын ала келеді, немесе сыныптастарын өзіне жақын тартатын ұстаздарын жанына жинап, кішігірім атап өтеді. Назарбаев зияткерлік мектебінде де туған күн мерекесін қалай атап өтеді жастар, оқушылар? Өте орынды сұрақ. Біздің мектепте әрине сынып жетекшілері, куратор деп аталады. Ол кісілер сол әр сыныптағы балалардың туған күнін өте жақсы біледі. Сол сыныпта сол күні балаларға бізде арнайы асханада балаларға барлығы 30 бала болатын болса, сол бір үстелде отырады, сол кезде олар өздерін тойлайды. Ата-анасы кейбір жағдайда жаңа өздеріңіз айтып кеткен торт мәзірін әкеліп жатады, өте қатты тойланып, бір-біріне ыстық ықыластарын білдіріп, сосын сыныпқа келгеннен кейін, мысалы менің өзімнің дәстүрімде балалар маған ескертеді: апай, бүгін Ерланның туған күні, мысалы үшін. Сол кезде мен де әрине адамның сол өмірдегі өмірге есік ашқан күні неге тойламасқа? Мен де уақыт қатты қымбат болса да, 1 минут уақытқа сол баланың туған күнін құттықтаймын мен, міндетті түрде. Сол кезде қай оқушы болмасын, көңілі көтеріліп, сол кезде өзін ерекше бір сезініп қалатын жағдайлары бар. Енді сіздің мектепте оқыту жүйесі қаншалықты өзгеше, басқа мектептермен салыстырғанда енді тереңдетілген ғой қанша дегенмен? Әрине, ол таңдаулы қазіргі заманауи үлгісіне сай болғандықтан біздің Қазақстандағы Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі оқу бағдарламасы критериалды бағалауға арналған. Бұнда көбінесе дарынды және талантты оқушыларға арналған. Өзгешелігі бізде қазіргі замандағы озық технологиямен оқытылады, топтау әдісі арқылы оқытылады біздің мектепте. Біз ақырғы көрермендерімізге тағы да әпкемізді таныстыра отырсақ, біздің студиямызда Амангүл Жанғазы келіп отыр. Егер де қоятын сұрақтарыңыз болса, немесе тақырып аясында ой-пікір білдіргілеріңіз келсе, хабарласыңыздар. 45-38-00 біздің байланыс нөміріміз. Амангүл ханым, енді қазіргі уақытта балалармен жұмыс жасауда мұғалім өзін қалай ұстау керек? Бала мен ұстаздың арасында қандай бір рухани жақындық болу керек? Осы тұрғыдан өзіңіз ой қоссаңыз. Өте орынды сұрақ. Мен тағы да өзімнің балалық шағым оралып келеді. Сол мен балалық шағымда сол сонау Кеңестер одағының 80-ші жылдары аяқтаған мектеп қабырғасын. Сонда біз мұғалімдерді кәдімгі қара тақта ақбормен түсіндіретін. Ал қазір мүлде басқаша, жер мен көктей. Қазіргі әсіресе біздің мектепте алатын болсақ, қазіргі заманға лайықты барлық жағдай жасалынған интерактив тақта дейміз, солай жаңа технологияның озық үлгілерімен түсіндіріледі. Енді мұғалім мен оқушының арасындағы қарым-қатынас әрине бұрында да өте жақсы болған, ал қазіргі кезде біздің мектепте ерекше айтқым келеді. Бізде достық қарым-қатынаста біз әрқашанда балалармен сіз деп сөйлесу арқылы олармен үнемі мұғалім ғана емес, оның ең жақын досы ретінде сезінеміз. Сондықтан біздің мектептің балалары басқа мектепке қарағанда өздерін өте еркін ұстайды, өзінің ойын еркін айта біледі. Сондай біз өте жақсы қарым-қатынастамыз. Оны жылдың аяғында біздің мониторинг көрсетеді. Оқушылар өзінің ата-аналары айтып жатады бізге, сіздерде өте оқушылармен қарым-қатынас өте тамаша деп, соған қуанамыз. Қазіргі уақытта Назарбаев зияткерлік мектебіне барып оқысы келетін оқушылардың саны көп. Оларға қандай кеңес айтар едіңіз? Қаншасыншы сыныптан бастап қабылдайсыздар? Тест жұмыстары қашаннан бастап жүргізіледі?
Біздің Назарбаев зияткерлік мектептеріне әрине 6 сыныптан бастап оқытылады. 6 сыныптан бастап тест жұмысын интернет бағдарламасы бойынша, интернетте барлық әрине мемлекеттік тілде, қазақ тілінде, орыс тілінде, ағылшын тілінде және логикалық ойлау қабілеті және математика пәнінен тест тапсырылады. Ол интернет жүйесінде бар, бірақ енді ол үлгі ретінде наурыз айының, әр жылдың наурыз айында балалар емтихан тапсырады. Сол емтиханнан өткен жағдайда біздің мектепке қабылданады. Келесі жылдан бастап қабылданады. Келесі 1 қыркүйектен бастап біздің мектепке оқытылады. Жақсы. Енді кез келген адамдарда өзіндік бір бос уақыты болады. Ұстаздарда да осындай бос уақыт табыла ма өзі? Сондай сәттерде немен айналысасыз? Енді бос уақыт көп деп айта алмаймын, бірақ әр адам өзіне байланысты ғой деп ойлаймын. Мен енді осы биыл ұстаз болғанымда 33-ші жыл. Бос уақыт әрине табылады ғой. Бос уақытында мен мүмкіндігінше көркем әдебиет оқуға, жақсы демалуға, табиғат аясында демалуға, жаңа шығармашылықпен жұмыс жасайтын менің балаларым бар, сол балалармен жұмыс істеуге арнаймын. Алға қандай мақсат қойып отырсыз? Оқушыларды қандай халықаралық немесе республикалық олимпиадаларға апарып, шығармашылыққа жақын оқушыларды бір мүшәйраға қатыстырғыңыз келетін шығар. Сол төңіректе айтып отырсаңыз. Өте дұрыс айтасыз. Биыл ғана республикалық дарынды балалардың арасында ғылыми жоба 2016 деген бағдарлама бойынша менің оқушым, 10-ші сынып оқушы Сатысбек Аружан деген оқушым бүкіл республика бойынша ғылыми жобадан бас жүлдені алды. Былтырғы жылы дәл осындай ғылыми жобадан Дәурен Қызаяна бітіріп 12 сыныпты сол қызым алған болатын. Құдайға шүкір, олимпиадаларда барлығында біздің мектептер алдыңғы орында болсаңды да, соған мен өз үлесімді жыл сайын қосып келе жатырмын. Жақсы. Енді бос уақытта кітап оқып тұрам дедіңіз, әдебиет кітап. Осы кітап оқуды қаншалықты кеңес ретінде айтар едіңіз? Қазіргі жастарға болсын. Яғни қандай кітаптарды оқуға кеңес берер едіңіз? Мен осы бір аптаның көлемі болды, еңбек демалысына, кезекті еңбек демалысына шықтым. Соның өзінде де ұстаз болсаң да біз білгенім 1-9, білмегенім 99 дейді, ана қазақ қалқа айтады. Қазір мен бұрын студент кезінде оқып кеткен екем, Немат Келімбетовтің «Үміт үзгім келмейді» деген романын қайтадан оқып жатырмын. Сол осы романды оқу арқылы бұрын түсінбеген нәрселерімді, адамның бойындағы жауапкершілік, уақыт, барлық адамның асыл қасиеттерін өзімнің бойыма жинап жатырмын. Сондай-ақ мен әрқашанда өзімнің шәкірттеріме көріп отырса, өздері де естіп отырған шығар, көркем әдебиет оқуды ең бірінші алға қоямын. Әрине, ең бірінші көркем әдебиетінде Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы» эпопеясы оқымаған қазақ емес деп менің девизім. Әрбір оқушымды осы Абай жолын оқытуға тырысамын. Неге кітап оқу керек? Кітап оқу ең бірінші адамның, әрбір баланың, әрбір адамның ой ұшқырлығын, өмірге деген көзқарасын қалыптастырады. Сол кітап арқылы тіл мәдениеті өзінің тілі дамиды. Бітіруші түлектердің арасында қазақ әдебиеті пәнін таңдағандар қаншалық деңгейде болды? Енді біздің ұстаз болам дейтіндер. Біздің Назарбаев зияткерлік мектептерінде көбінесе техникалық жағынан балалар барып жатады. Бірақ менің биылғы 12 сынып бітірген оқушыларым ішінде Шолпан Құлова және Дәурен Қызаяна деген оқушым журналист мамандығын таңдады. Одан менің үмітім өте зор, өйткені олар шығармашылықпен өте жақсы жұмыс жасайтын балалар болатын. Енді 33 жыл болды. Бұл салаға қалай келдіңіз? Ата-ананың айтуымен ба, жоқ әлде ұстаз болу сол уақыттағы мұғалімдерге еліктеп, соларға ұқсағысы келгеннен оянған қызығушылық, осы салаға деген, осы ұстаздыққа деген махаббаттың оянғанының белгісі ме? Мен жаңа тағы да қайталап айтқым келеді, 80-ші жылдары мектепте оқып жүрген кезінде не екенін қайдан, мен сол ақ кофтамен қара юбка киетін, қара костюм шалбармен ақ көйлек киетін ұстаздарым не болған болу керек? Маған ата-анам, мен өмірден ата-анам ерте кетті. Ата-ана емес, мен өзім таңдадым. Әсіресе ұстаз болғанда сол бала жанына, балаға деген сүйіспеншілігім, өзімнің сол әсіресе қазақ тілі мен әдебиетін, осы журналист болған мамандығын қалаған едім. Сол мамандықтың үдесіне шықтым-ау деп ойлаймын. Оған енді жылдасы еңбегімнің нәтижесі, оқушыларымның шетелде болсын, жан-жақта жүріп хабарласқанда мен осы мамандығым дұрыс таңдадым-ау деген үлкен қуанышта болып отырамын. Жақсы.
Студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге рахмет. Ең бастысы сізге тек қана сәттілік тілейміз. Еңбегіңіз әрқашанда жемісті бола берсін. Рахмет сізге. Шәкірттеріңіз лайым қуантып жүре берсін. Әмин, рахмет сізге.